Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде студенттер арасындағы факультетаралық спартакиада өз мәресіне жетті. Жыл сайын ұйымдастырылатын спорттық шара биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің 30 жылдығына арналды. Факультетаралық спартакиада жоғары деңгейде өтті. Барлық қатысушы студенттерімізге алғысымызды айтамыз. Жеңіске жеткен медицина факультетінің жеңісімен құттықтаймыз. Оқу ордамыздың спорт сауықтыру орталығының ұйымдастыруымен өткен жарыс 8 қарашада басталып 25-не дейін жалғасты. Студенттер 3 апта көлемінде баскетбол, волейбол, қол күресі, тоғызқұмалақ, кіші футбол, үстел теннисі, гір спорты, эстафеталық ойын, арқан тарту спорт түрлерінен бәсекелесті. Спартакиада қорытындысы бойынша бірінші орынды медицина факультеті, екінші орынды Кентау кампусы, үшінші орынды жаратылыстану факультеті иеленді. Жарыс жеңімпаздарға диплом, бағалы сыйлықтар және медаль, кубоктар табыс етілді. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына, Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің 30 жылдығына ұйымдастырылған факультет аралық жылда өткізетін дәстүрлі спартакиадамыз 8 қарашада бастау алған болады. 25-не бүгін аяқталып отыр. 10 спорт түрі бойынша жарыстар өткізілді. Оның ішінде барлық факультеттер пандемиядан кейін біраз тоқтап қалған, бір жылдай. Қайттан бастап алып, қолға алып өткізіп жатқан жайымыз бар. Бұның ішінде атап айтар болсақ, медицина факультеті, Кентау, жаратылыстану факультеті үлкен ат салысып спартакиаданың өтуіне өздері үлкен нәтижеге, жетістікке жетіп отыр. Спартакиадамызға 9 факультет қатысты, оның ішінде барлығы бір деңгейде ат салысты, белсенділік танытып, үлкен жетістікке жетті.